Қайырлы күн көрермендер, қайырлы күн Тұран университетінің студенттері. Абай білген танымдық ойынына қош келдіңіздер. Қазір 3 команда өзара бақ сынайды. Біздің топ атауы қара сөз. Қара сөз атауы біз үшін жайдан жай сөз емес, себебі қара сөз ол Абайдың шығармашылығымен тікелей байланысты. Біздің тобымызда мен Бейсенбаева Гүлнәсіп, Серікқажы Жанбота және Дайна. Біздің топтың аты 1845. Топ басшысы мен Құсайыншұлға, Мұрсабек Әсем, Касенова Әсел. Біздің команданың аты Абай. Біздің топта Бекзат Байдолла, Ермекбаев Бейбарыс және де Жақабек Артыл. Ойынның ережесі өте қарапайым. Барлық командаға бірдей 17 сұрақ қойылады. Сұрақтар тек қана ұлы ақын Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығына қатысты. Әр сұрақтың 4 жауабы бар. Сұрақтардың электронды нұсқасы смартфондарыңызда. Әр сұраққа 10 секунд уақыт беріледі. Дұрыс жауапқа 10 ұпайдан қосылып отырады. Жеңімпаздар ұпай санына қарай анықталады. Дайын болсаңыздар ойынды бастаймыз. Бірінші сұрақ. Назарларыңыз экранда болсын. Абай жолы романының бірінші томындағы соңғы бөлім қалай аталады? Қияда, қат-қабатта, бел-белесте, қайтқанда. Дұрыс жауапты белгілейміз, жылдамдықты іске қосамыз. Дұрыс жауап қияда. 3 томымызда дұрыс жауап берді, жарайсыздар. Келесі сұрақ. Абайдың әжесі Зеренің азан шақырып қойған шын есімі? Ұлжан, Әлима, Қаламқас немесе Тоқпала. Дұрыс жауабын білсеңіздер, белгілей беріңіздер, 10 секунд уақыттарыңыз бар. Дұрыс жауап Тоқпала. Абайдың әжесінің азан шақырып қойған есімі Тоқпала. Оның атасы Бектемір дәулеті мол кісі болған деседі. Сүйікті немересін бой жеткенде мұрын кеңсірігіне қысатын салпыншақ алтын сырғамен ұзатып, ол мінген аттың алдыңғы 2 аяғына күміс білезік салдырыпты. Осындай ерекше жасаумен келген қалыңдықты қайын жұрты Зере атаған екен. Қара сөз тобы дұрыс жауап бермеді. Келесі сұрақ. Абайдың анасы Ұлжан Құнанбайдың нешінші әйелі? 3-ші, 1-ші, 2-ші, 4-ші. Дұрыс жауап 2-ші әйел екен. Ұлжан орта жүздің қаракесек тайпасынан тарайтын асыл шаншар руынан шыққан. Өте сабырлы, кең мінезді, сөзге шебер, тапқыр шешен кісі болған екен. Абай анасының осындай асыл қасиеттерін жастайынан бойына сіңіріп өскен. 3 топта дұрыс жауап берді, бәрекелді. Абайдың атасы Шыңғыс, Өскенбай, Алшынбай, Құнанбай. Абайдың атасы. Әкесі деп тұрған жоқ, атасы. Шатасып қалмаңыздар. Дұрыс жауап Өскенбай. Абайдың әкесі Құнанбай болса, онда Құнанбай Өскенбай ұлы. Жиі естіген боларсыздар, е? 1845 тобы дұрыс жауап берді. Жарайсыздар. Келесі сұрақ. 5-ші сұрақ. Абай жолында аталатын Алшынбай кім? Ділданың атасы, Әйгерімнің әкесі, Құнанбайдың інісі немесе Ұлжанның ағасы. Дұрыс жауапты тездетіп белгілейміз, 10 секунд уақыттарыңыз бар. Дұрыс жауабы Ділданың атасы. Абайдың бірінші әйелі Ділда атақты Қазбек бидің шөбересі, Алшынбай бидің немересі. Демек, Алшынбай би тіленші ұлы Абайдың қайын атасы. 1845 тобы тағы да дұрыс жауап берді, жарайсыздар. Келесі сұрақ. Абай алғашқы жұбайы Ділдаға неше жасында үйленді? 16, 17, 15 немесе 18 жасында. Дұрыс жауапты белгілейміз. Абай ерте үйленіп алған негіз. Сіздерге көмек болсын. 15 жасында үйленді. Абай 1860 жылы Ділдаға үйленгенде 15 жаста болатын. Ал Ділда 17 жаста болатын. Яғни Абайдан 2 жас үлкен. Текті жердің қызы бірақ. 3 топта дұрыс жауап бере алмады. 7-ші сұрақ. Құнанбай қажы Меккеде салдырған қонақ үй қалай аталады? Рәбия, Тақия, Сәжде, Қазақ Құнанбай тақиясы дейді. Дұрыс жауапты белгілейміз. Жауаптың өзі айтып тұрған шығар. Дұрыс жауап Қазақ Құнанбай тақиясы. Құнанбай қажының Меккеде салдырған қонақ үйі Қазақ Құнанбай тақиясы деп аталады. Ол кездері қажылыққа бару оңай болмаған.
жолға көп қаржы мен уақыт кететін. Мысалы, Семейден ат-арбамен шығып Қарқаралыға жетеді, Қарқаралы арқылы Омбыға барады, сол жерде пойызға отырып Қара теңізге дейін барады. Ары қарай кемеге отырып кетеді. Осылайша шаршап шалдығып, айлап жүріп Меккеге жетеді. Сондықтан Құнанбай қажының Меккеде қазақтарға арнап қонақ үй салуы үлкен игі іс болды. Абай тобы, жауаптарыңыз дұрыс емес. Келесі сұрақ. Абайдың мың бір түн ертегісінің желісімен жазылған поэмасы. Әзімнің әңгімесі, Мазғұт, Керейдің үш ұлы, Ескендір. Бұл Абайдың аяқталмай қалған шығармасы. Дұрыс жауап Әзімнің әңгімесі. Жылдамдықты іске қосамыз. Егер жауабын білмесеңіздер де жобалап белгілеу керек. Үш топтан да дұрыс жауап ала алмадық. Абайдың әмеңгерлік жолмен алған әйелі: Тоғжан, Әйгерім, Еркежан, Ділда. Ол Абайдың інісі Оспанның қалыңдығы болған. Еркежан әмеңгерлік жолмен алған. Соңғы үшінші әйелі Еркежан 1891 жылы Оспан қайтыс болғаннан кейін Еркежан әмеңгерлік жолмен Абайға тұрмысқа шығады. Абай тобының жауабы дұрыс емес. 10-шы сұрақ. Абайдың тұңғыш ұлы: Әбдірахман, Тұрағұл, Ақылбай, Әубәкір. Дұрыс жауабы Ақылбай. Абайдың Ділдадан туған тұңғыш ұлы Ақылбай 1861 жылы дүниеге келген. Бұл кезде Абай 16 жаста болатын. Енді 15 жасында 17 жастағы Ділдаға үйленді ғой. Абай тобы дұрыс жауап берді. 11-ші сұрақ. Абайдың тұңғыш биографы: Кәкітай Ысқақұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Көкбай Жанатайұлы, Мүрсейіт Бікеұлы. Дұрыс жауабын белгілейміз. Дұрыс жауабы Кәкітай Ысқақұлы. Кәкітайдың ерекше зеректігін байқаған Абай 1882 жылы оны өз бауырына басып, Мағауиямен бірге тәрбиелеген. Семейге ертіп барып білім алуына көмектескен. Бәріңіз дұрыс жауап бермедіңіздер. Келесі сұрақ. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Қай қара сөзі? 1-ші, 3-ші, 10-ші немесе 20-ші қара сөзі? Дұрыс жауапты белгілейміз. Дұрыс жауап бізде 1-ші қара сөз екен. 3 топта дұрыс жауап берді. Құнанбайдың Тоқал шешесінен туған інісі: Ысқақ, Қаратай, Жұмабай, Майбасар. Дұрыс жауабы Майбасар екен. Майбасар 4 тоқал туысқандарының бір тоқалынан осы Майбасар туған. Құнанбай өзі аға сұлтан болғаннан кейін інісі Майбасарды тобықтыға болыстық старшин етіп тағайындайды. Бұл Абай жолы романының 1-ші бөлімінде айтылады. 3 топта тағы да дұрыс жауап берді. Жарайсыздар. Абай Құнанбаев қай қалада қайтыс болды? Қостанай, Семей, Өскемен, Омбы. 10 секунд уақыттарыңыз бар, белгілей беріңіздер. Бәріңіз біледі деп ойлаймын. Дұрыс жауабы Семей. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы 1904 жылы Семей қаласында мәңгілік мекеніне аттанады. Бұл сұраққа да бәріңіз дұрыс жауап бердіңіздер. Бәрекелді, жарайсыздар. Абай Құнанбайұлы қай жерде жерленген? Қарашоқы, Қарауылтөбе, Шыңғыстауы, Жидебай немесе Найзатас. Дұрыс жауабы Шыңғыстауы, Жидебай екен. Қара сөз тобының жауабы дұрыс. Абайдың Қоңыраулы балуан атанған атасы: Өскенбай, Ырғызбай, Құдайберген, Олжай. Абайдың арғы атасы Ырғызбай жауырына жерге тимеген атақты балуан болған. Дұрыс жауабы Ырғызбай. Абай тобының жауабы дұрыс емес. Келесі сұрақ. Соңғы сұрақ. Абай өлеңдерін орыс тіліне алғаш аударған кім? Ахмет Байтұрсынов, Сатылған Сабатаев, Қай Мұхамеджанов, Архам Кәкітайұлы. Дұрыс жауабы Сатылған Сабатаев.
білмесеңіздер келесі жолы біліп жүретін боласыздар. Сабатайұлы Сатылған Алаш қозғалысының қайраткері, аудармашы, 1874 жылы Жетісу облысы Верный уезі Үлкен Алматы болысында туған. 1895 жылы Верный ерлер гимназиясын бітіріп, Мәскеудегі Шығыс тілдері институтына қабылданады. 3 топта дұрыс жауап бермепті. Ойынды қорытындылаймыз. Абай білген танымдық ойынның бүгінгі жеңімпазы бізде 110 ұпай жинаған 1845 тобы. Қара сөз тобы 90 ұпаймен екінші орынға шықты. Абай тобы 70 ұпай жинап, үшінші орынды иеленді. Құттықтаймыз. Қатысушыларға Тұран университетінің атынан арнайы сыйлығымыз бар. Мен бір жұмбақ адамын, оны да ойла деп аталатын Абайдың шығармалар жинағы. Қабыл алыңыздар, бұл кітап Абайды тереңірек тануға көмектеседі деген ақ ниетпен өздеріңізге ұсынамыз. Абай білген зияткерлік ойынның бүгінгі жеңімпаздары мен қатысушыларын марапаттау үшін Тұран университетінің әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры Герасимова Наталья Сергеевнаны ортаға шақырамыз. Енді сіздерді құрметті студенттер болсаңыз, ұлы ойшыл ақыл Абай Құнанбаевтың туғанына 180 жыл толуына арналған осы шара викторинаға қатысуларымен құттықтаймын. Оқу жолыңызда табыс болсын, шығармашылық жетістіктер болсын. Ал енді осы Абайдың сөздері сіздің жолдарыңызда нұр болып жаусын. Егер сен мақсат іздеп күндер өткізсе, өмірлік жолды таңда үлгермесе, есіңде болсын Тұранның есігі ашық әрдайым. Ақылы мен шабыты бар жүрекке, есіңде болсын Тұранның есігі ашық әрдайым. Ақылы мен шабыты бар жүрекке.